Қазіргі уақытта шаурма, сэндвичтер, чебуректер, пицца, чипсы, қуырылған картоп және түрлі газдалған сусындар көп. Бірақ олардың сапасы мен құрамында не бар? Жоғарыда аталған барлық тағамдар фастфуд қатарына кіреді. Осындай тағамдармен тамақтанатын адамдар тамақ пісіруге уақыттың жетіспеушілігіне байланысты десе, кейбірі өз қалауынша тамақтанады. Мұндай тамақтың зиянды екенін екінің бірі ойлай бермейді. Фастфуд. Фастфуд сөзі ағылшын тілінен аударғанда жылдам тамақ дегенді білдіреді. Мұндай мекемелер ежелгі Римде де болған. Бірақ ол заманда тағамдарды табиғи өнімдерден жасаған. Ал қазір оған дәмді күшейтетін және иіс шығаратын қоспалар қосылады. Фастфуд ыңғайлы, жылдам және арзан болғанына қарамастан, оның айтарлықтай кемшіліктері бар. Ол денсаулыққа зиянды. Фастфудтың адам ағзасына тигізетін 10 кері әсері. Бірінші, фастфуд өнімдерінде пайдалы компоненттер өте аз. Оны жиі жейтін адамдарда витамин жетіспеушілігі болады. Екінші, зерттеуге сәйкес фастфудты көп жейтін балалар астма ауруынан жиі зардап шегеді. Сондай-ақ олар тері ауруына бейім болады екен. Үшінші, көмірсулар мен қант ауыздағы қышқылдықты жоғарылатып, тіс эмалінің бұзылуына және кариестің пайда болуына келеді. Консервант ең зиянды қоспалардың қатарына жатады. Өндірушілер оның көмегімен сақтау мерзімін ұзартады. Аллергияға бейім адамдарға оны қолданбауға кеңес беріледі. Құрамындағы трансмайларын өлтіруші майлар деп атайды. Ал ол Альцгеймер ауруы, инфаркт және де қатерлі ісікке әкеліп соғады. Бұл тағамдарға натрий тұзы көп мөлшерде қосылады. Натрий қан қысымын арттырып, жүрек тамыр жүйесінің жұмысына жүктеме жасайды. Ең басты кемшіліктерінің бірі калорияның көп болуы. Ол семіздікке әкелетін басты себеп. Бұл тағамдарды тұрақты түрде пайдалану гипертония ауруына, иммунитеттің төмендеуіне және де созылмалы аурулардың асқынуын тудырады. Теріге зиян. Фастфуд терінің күйіне де әсер етеді. Өңделген тағамдар мен қанттың көп мөлшерін қамтитын өнімдер безеуді көбейтеді. Негізгі себеп қандағы инсулиннің жоғарылауы. Ол осындай тағамдарды жеген кезде пайда болады. Тағам қауіпсіздігі қорғалмаған. Көбіне көше тағамы саналатындықтан кім көрінген жұмыс істеп, санитарлық норма сақтала бермейді. Фастфудтың денсаулыққа зияны тимес үшін қалай жеу керек? Фастфуд денсаулыққа зиян, бірақ оған мүлдем тыйым салу қиынға соғады. Сондықтан келесі ұсынылатын кеңестерді қолданып көріңіз. Жылдам пісетін тағамдар құрамындағы ең зиян компоненттердің бірі ол қуырылған жұмыртқа. Қуырылған жұмыртқа суға піскен жұмыртқа немесе омлетке қарағанда қатырлақ, тойымды көрінгендіктен оны бургерлердің құрамына қосады. Сондай-ақ оларды дәм күшейткіштермен, консерванттармен дайындайды. Осыған байланысты бургер таңдарда ортасындағы қуырылған жұмыртқа қабатынан бас тартқан жөн. Сол кезде фастфудтың зиянын азайтасыз. Тауық және балық. Егер тағам алар кезде алдыңыздан сиыр еті, тауық етімен және балық үшеуінің бірін таңдау керек болса, соңғы екі өнімге тапсырыс беріңіз. Себебі тауық еті мен балық ағзада жеңілірек қорытылады. Фастфудтан бас тарта алмасаңыз, ең болмағанда тұзы көп өнімдерді жемеуге тырысыңыз. Әрине, тұзсыз фри сондай дәмді болмауы мүмкін, алайда оның ағзаға зияны азаяды. Қуырылған тамақтың қаншалықты зиянын бәріміз білеміз. Егер кейде қуырылған тамақ пен фастфуд жегіңіз келсе, оны үйде дайындаған және де тұзын азырақ қосқан жөн. Кетчуп пен майонез. Бұл ингредиенттер бірден қара тізімге енуі керек. Олардан бас тарту арқылы фастфудтың зиянын және калориясын азайтасыз. Буда піскен фастфуд.
Фастфудқа қатысты күдіктің көбі оның дайындалу әдісіне қатысты пайда болады. Фастфудта қандай май қолданылады, қандай қосымша ингредиенттер қосылды, қандай жағдайда және қаншалықты ұзақ дайындалды, тағы сол сияқты. Сондықтан буда піскен тағамдарды таңдаған дұрысырақ. Бұл жағдайда фастфуд сапасына қатысты туындайтын қорқыныш сізді мазаламайды. Мейрамхана таңдауда ескеру керексіз. Тұтынушылардың көбі той өткізетін мейрамхана таңдарда оның сыртқы түрі мен ішкі сән-салтанатына ғана қарайды. Асханасына мән бермейді. Бұл үлкен қателік. Себебі тойға шақырған адамның қауіпсіздігі, яғни уланып қалмауы, тағамдардың бұзылмауы осы асханаға тікелей байланысты. Сондықтан тойхана таңдағанда алдымен оның асханасымен жақсылап танысып алған жөн. Соның ішінде асханадағы аспаздардың біліктілігі, даяшылар мен ыдыс жуатын қызметкерлердің жеткілігі, тағамдар мен азық-түлікті сақтауға арналған тоңазытқыштардың жұмыс жасауы, ішкі тазалығы сияқты маңызды мәселелерге назар аударған абзал. Бұл ең алдымен той қонақтарының жаппай улануының алдын алады. Қысқаша айтқанда, асхана тазалығына мән беру той қонақтарының қауіпсіздігі деп білген жөн. Фастфуд адал асқа жатпайды ма? Қолданылатын ет өнімдерінің халал еместігі бар, бірақ халал сертификаты мұның шешімін нақты көрсетеді. Халал сертификаттаудың негізгі мақсаты тұтынушыға адал ас ұсыну арқылы өнім өндірушілер арасында бәсекеге қабілетті орта қалыптастыру. Халал сертификаты өндіруші өнімнің бәсекеге қабілеттілігін көрсетеді. Мүфтият тарапынан берілетін халал стандарт сертификаты әлемдік деңгейде жарамды. Мүфтият жанындағы халал даму жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бір жылда 148 кәсіпорынға КМТБ-ның халал сертификатын берді. Ал сіз тамақтану әдебін білесіз бе? Тамаққа отырмастан алдын және кейін қолды жуу. Екінші, тамақты бастарда бисмилля деп бастау. Үшінші, мүмкін болса тамақты көпшілікпен бірге ішу. Пайғамбарымыз тамақты көпшілікпен ішіңіздер, бисмилля деп айтыңыздар, тамақтарыңыз берекелі болады деген екен. Тамақты үлкеннен кейін бастау. Тамақты оң қолмен және орта ыдыстан жегенде өз алдымыздан жеу. Тамақты ұнатпау сияқты амалдардан сақтану қажет. Жетінші, тамақтың ыдысын жақсылап тауыза жеу. Сегізінші, жата жастанып тамақ ішпеу. Тоғызыншы, тоя тамақ ішпеу. Оныншы, тамақтан соң бірден тұрып кетпей дұға ету. Адал ас. Адал асты пайдаланудың мұсылман адам үшін екі дүниесіне де тигізер пайдалары көп. Олардың негізгілеріне тоқталар болсақ мынадай. Бірінші, адал ас пенденің ісінің дұрыс болуына ықпал етеді. Екінші, адал ас жүректі нұрландырады. Үшінші, адал ас дұғаның қабыл болуына себепші болады. Төртінші, адал ас ізгі ұрпақ кепілі. Бұл туралы толық ақпаратты описаниедегі КМТБ сайтының сілтемесінен көре аласыз. ақш халқының 60% семіздіктен зардап шегуде. Оған кінәлі әрине фастфуд өнімдері. Біздің елде мұндай қайғылы көрініс әлі орын алмаған. Бірақ болашақта осы проблемаға тап болуымыз мүмкін. Денсаулығыңызды ойлайтын болсаңыз, үй тағамдарын жеуге тырысыңыз. Пайдалы сөздерді көбірек естісек, біреуі болмаса біреуі пайда алып қалуы ғажап емес. Соңына дейін көрген болсаңыз, лайк басып, комментарийге өз пікіріңізді жаза кетіңіз. Әрқашан деніңіз сау болсын және энергияға толы болыңыз.